Ой, жұмысқа да кеп қалдым ғой. Ой, сіз ба, кешіріңіз, кіре беріңіз. Күн ыстық тіпті. Ыстықтап кеттім ғой. Беті қолым жуып кішкене кетіп алайыншы. Қызым, енді менің айтқаныма көнші. Пап, мен сізді үнемі сіздің айтқаныңызға көніп келемін. Айттыңыз ғой мені әнші қыламын деп. Енді ана қыз біраз танылып алсын, и содан кейін сені әнші қыладым ғой, соның бет пердесін жамылып. Мәссаған, мен айтып жатырмын ма не? Папа деймін, мен әнші қылыңызшы. Ол қыз танымал болды ғой, енді жетеді. Именно мен достарым айтып жүр, сен түк ән айта алмайсың деп еще. Енді қызым, түсірші, ол әлі прям әлемді жаратындай танымал бола қойған жоқ. Енді сен сондай болсын деп жатырмын ғой? Жоқ, пап. Мен бүгін болғым келеді. Бүгін болам әнші, болды. Жоқ, қызым, түсінші сен. Енді прям анау әлемді жаратын болбасын, и содан кейін сені әнші қылам соның орнын. И ана қызды қуып жібереміз. Пап, бірақ шын айтасыз ба? Сіз ана жолғыдай өтірік айтып кетпейсіз ба? Жоқ, қызым, олай етпеймін. Жарайды онда. Жарайды онда, жүр, кіре берейік. Ақ қыз келген жоқ па? Сұрап көріңізші. Ақ қыз кел ма? Қай қыз? Әлгі әнші қыз. Ол қыз кіріп кеткендей болды. Мәссаған, біздің сөзімізді естіп қоймады ма? Шын естіп қойған жоқ па? Білмеймін, пап, естіп қойса енді қайтеміз? Естіген жоқ шығар. Жарайды, жүрші, кіріп көрейік. Мәссаған, менің сонда атымда жамылып жүр ма не? Бәсе, неге менің ас түсіме түсіп ақша беріп сөйтеді десем, менің атымды жамылғылары келіп жүр екен ғой. Көрсетем оларға, бірақ мен білдірмейін. Жарайды, білдірмеуге тырысайын. О, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Не істеп жатсыздар? Сізді тосып отқанбыз, жаңа кісі айтып еді, сізді келіп қойды деп. Мен кішкене айналып жүріп қалып едім кісітермен сөйлесіп. Онда жүріңіз, бейнебаян түсіретін жерге барайық. Жақсы. Бүгін ән жазамыз ба? Білмеймін, бүгін ән жаза алмайтын шығармыз, уақыт өте аз. Жарайды, дайындала беріңдер, мен қазір келем. Иә, жарайды. Мәссаған, қайда кетіп қалды, естуім керек. Ой, менің жатақханаға барғым келіп кетті, қазір келсем келейін, иә? Қаным сөйтіңіз, онда мен отыра тұрайын. Естімеген сияқты, иә? Иә, естімеген сияқты. Түк білмегенде маубас болып жүр ғой. Шын айтасың, естімеген сияқты. Ол қайдан естиді? Түк білмейді. Дамалмаған тойс. Иә, пап. Мәссаған, жарайды, барайын. Келдіңіз ба, жақсы. Жүр, күдіктеніп қалады, барайық. Солай кеш те батты. Ой, кеш те батып кетіпті ғой, мен кетейін. Жақсы. Ертең келіңіз, иә? Жарайды. Ой, тезім нар жағын ақты, пап, қайту керек. Папам бәріміз ақылдасып бірдеңесін қылармыз. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз. Тез үйге барым керек. Ой, тез кірейін. Ой, қаным кеп қапты ғой. Ой, қаным, кіріңіз. Кім бар үйде? Анаңыз, сіңіліңіз, и бауырыңыз бар. Папам қайда? Ол кісі жұмыстан алып келмеді. Жарайды. Ой, қалайсыңдар? Жақсы, әпке. Как раз келдіңіз ғой, біз деген енді тамақ ішке жатырмыз.
анам қайда? Анашым ар жақта шай қойып жүр. Не болды сізге? Көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой. Жоқ, бір жағдай болып берші, қазір айтайын. Жарайды. Жарайды, мен тез қолымды жуып келейін, иә? Жарайды. Анашым қалайсыз? Жақсы, қызым, жұмыстан келіп қойдың ба? Иә, келіп қойдым. Міне жаңа келдім. Жарайды, онда тез қолыңды жуып киімдеріңді ауыстыр, сосын шай ішеміз. Тамақ ішеміз, то есть. Жарайды. Неге көңіл күйің жоқ? Көңіл күйің жоқ сияқты ғой. Ой, жай қазір айтып берейін, папам келгенде. Жақсы. Ой, тез айтайын. Қолымды жуып алайын. Жарайды. Тез үстін қабатқа. Жарайды. Мам, мен үстін қабатқа барып киімді ауыстырып алайын, иә? Жарайды, тез тамаққа кел. Қазір папаң да келіп қалар. Жарайды. Жарайды, тез киімді ауыстырып алайын. Үстіне кие берейін. Жарайды, тез астыға түсіп айтуым керек болған жағдайды. Не істесек екен? Айт, тез барайын. Я, қызым, айта берін, не жағдай? Қазір папам келгенде бәріңізге айтайын, я? Жарайды, сөйте ғой онда. Жарайды, шай қойып берейін сендерге. Келіңдер, шай қойып берейін. Жарайды, шай қойып берейін, келіңдер. Мәссаған, анашым, тамағыңыз өте прям дәм сияқты ғой, иісі мұрнымыз жарып барады. Иә. Ой, мырза келіп қалған шығар. Мырза, кіріңіз. Үйде бәрі бар ма? Иә, бәрі бар. Жақсы. Қалайсыңдар, жандарым? Жақсы, пап, жақсы. Жақсы. Қалайсыз? Келіңіз, шай ішіңіз. Жарайды, мен тез қолымды жуып келейін, иә? Қызым, что-то көңіл күйің жоқ сияқты ғой. Бір жағдай болып еді, сіз қазір қолыңызды жуып келіңіз, и содан бәріңізге айтайын. Я баған бірдеңе айтайын деп жатыр әйтеу. Жарайды, онда мен тез қолымды жуып келейін, иә? Келдім, айта қойыңдар, не жағдай? Келіңіз, баланы мен алайын. Пап, мені шұғыл жаңалық болып тұр, прям жақсы деп айта алмаймын, прям жаман. Қандай? Менің бастығым бар еді ғой, әлгі кісі. Иә, білем сол кісі. Жақсы кісі еді ғой. Біз соны теріс ойлап жүргенбіз, жақсы кісі деп. Мен бағана қызыммен сол кісінің сөзін естіп қалдым. Қандай? Ол кісі бүйтеді, қызым шыда, ана қыз танымал болып алсын, и содан кейін сені сол қыз жұмыстан шығарып жібереміз да, сені сол қыздың кейпін жамылдыра саламыз деп айтты. Не дейді? Мә, сонда бұрыннан бері алдап жүрді ма бізді? Я, солай сияқты. Жоқ, олай болмайды. Полицияға айту керек. Полицияға айтпай өзіміз шешерміз, может. Білмеймін, қалай шешсек болады оны? Я, бұл жағдай шешу керек. Егер сен үйде қалсаң барбір сенің немен танымал болып келе жатқанда сенің немене атыңды жамылып бір қыз ән айтып жүрсе болмайды, әшейін сенің әндеріңді ұрлап, то есть. Я, сол өте жаман болады деп тұр. Олай болса мен сол жерден то есть шығып, шықпастан бұрын сол кісілердің и енді тағы да солай айтып жатса, и мен түсіріп алайын да, то есть
инстаға салып жіберейін. То есть соны сол кісінің қандай екенін білсін халық. Иә, дұрыс айтасың, солай істейік. Жарайды, онда мен ертең солай істеуге тырысайын. Иә, сөйте ғой қызым. Соны полицияға берерміз, содан мен де сол әнімді айтып жалғастыра беремін. Ол кісіден де басқа істер табылар. Иә, дұрыс айтасың. Жарайды.